Ақтау қаласының іргесіндегі қос ауыл Ақшұқыр мен Сайын Шапағатов елді мекендері бірігіп амал тойын тойлады. Түпқараған ауданының тұрғындары мерекені жоғары деңгейде атап өтті. Көрісу күні барлық өкпе-реніш ұмытыла, жақсылыққа жаны құмар жамағат керісінше бір-біріне игі тілектерді жолдап көрісіп жатты. Мерекелік бағдарлама аясында жергілікті өнерпаздары қазақтың салт дәстүрлерінен сыр шертетін сахналық қойылымдар қойылды. Бірліктің бастамасы болған тойға әріптесім Әсем Сардбаева барып келді. Жыл ескіріп, бабамның жаңғырығы тұр кестіріп, амалда атам қазақ ас беретін, ат шаптырып көк барғып күрес қылып. Қос ауылдың бірлесіп өткізген тойының ерекшелігі мұнда айтыс болды. Ауыл тұрғындарына ағайынды айтыскер ақындар Нұрлан мен Фархат Мұсаевтар жетекшілік ететін. Жыр жебе ақындар мектебінің шәкірттері өнер көрсетті. Ақындар мектебінің 6 ақыны 3 жұп болып, аудан халқына жақсы көңіл күй сыйлады. Жақсы болып жатыр, халықтың көңіл күйі жақсы. Жаңадан шығып жатқан ақындар бар енді. Әлде де ақындар бар. Дегенмен уақытқа байланысты, мына халық жалықтырып алмауға байланысты 6 ақын ғана алып келіп тұрмыз. Басқа ауылдарға қарағанда осы Түпқараған ауданының жасап жатқаны наурыз тойының ерекшелігі айтыспен ерекшеленіп тұр. Сондықтан басшылықтағы азаматтарға көп алғысымыз бар. Мерекеде мың бұралған бишілер би билеп, әншілер әннен шашу шашты. Мерекеге ортақтасқан кәрі мен жас назардан тыс қалмады. Жігіттер гір-тасын көтеріп, түрлі спорттық ойындарға қатысты. Тойдағы тағы бір ерекшелік мұнда қызғуы болды. Халық наурыз көже ішіп, концерт тыңдауға ғана емес, бір-бірімен көрісіп, араласып, түгендесуге келгендей. Бір-біріне ғана емес, бүкіл елге тыныштық тілеп, жүрек жарды тілектерін жеткізді. Наурыздан бастап барлығы елді мекендерде осы амал тойларын тойлап жатыр, наурыз тойларын. Елбасы тапсырмасы бойынша рухани жаңғырудың аясында осы ұмыт қалған ұлттық ойындарымыз бар. Және де қазіргі дәстүрлі ойындарымызды осы халыққа насихаттау бағытында ұйымдастырылып жатыр. Халықтың көңіл күйі жақсы. Осылайша бұл күні шаттыққа кенелмеген жан қалмады. Олар амал келді, жыл келді. Жылың құтты болсын деп бір-бірін құттықтап, көтеріңкі көңіл күймен тарқасты. Әсем Сартбаева, Ролан Аметұлы, Айна ақпарат.